Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 119 сабағы. Тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Өлеңнің авторы Есентай Ерботин. Енді балалар, төмендегі тапсырманы орындайық. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет дейді. Бұл өлеңдегі етістіктер еседі, көшеді, төседі. Яғни не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұл жерде еседі сөзі жел сөзімен, көшеді сөзі бұлт сөзімен және төседі сөзі майсасын деген сөзбен байланысып тұр. Келесі екінші жаттығу. Мәтінді оқып, етістіктерді тап. Шілікті өзені ауылды жанамалай ағады. Жағасы қалың шілік. Қыста ернеуіне дейін мұз қатып жатады. Көктемде сең жүреді. Жаз шығысымен суы таяздап қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Мәтіннің авторы Қанат Қайымов. Енді төмендегі тапсырманы орындайық. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт дейді. Бұл мәтінде балалар ағады сөзі дара етістік, қатып жатады сөзі күрделі етістік, жүреді сөзі дара етістік, таяздап қалады күрделі етістік, аспайды дара етістік. Келесі үшінші жаттығу. Суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Бізде балалар төменде гүлдің, қауынның және жапырақтың суреті бейнеленген және қимылын білдіретін сөздер түседі, өседі, піседі сөздері. Ал енді балалар сәйкестендірейік. Гүл өседі, қауын піседі, жапырақ түседі. Мінекей балалар, осылайша суреттегі берілген зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендіріп алдық. Келесі балалар төртінші жаттығу. Сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, бізде төменде екі баған берілген екен. Бірінші бағаны оқиық. Оның құлағы, инелері және тұмсығы бар. Бұл сөйлемде сын есім жоқ. Келесі екінші бағанды оқиық. Оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Балалар, бұл сөйлемде сын есімдер кішкене, қысқа, ұзынша деген сөздер. Демек, балалар, біз екінші бағандағы сөйлемді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Ал балалар, бізге төменде сұрақтар берілген екен. Бұл не? Оны қандай сын есімдермен сипаттап айтуға болады дейді. Бұл кірпі. Кірпі кішкентай, тікенекті. Кірпі ұйқышыл. Ол қыста ұзақ ұйықтайды. Мінекей балалар, кірпіні осылай сипаттасақ болады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.